Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелері мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін Көкейтесті каналының оқырмандары, біз осыдан бұрын Астана ақшамы газетінде және Атамекен бизнес телеарнасында, сондай-ақ өзіміздің YouTube каналдарымызда Қытайдан енгізілген қоқыс тағамдар жайлы айтып дабыл қаққан болатынбыз. Біз бұл мәселені мәжіліс депутаттарына, сондай-ақ сенат депутаттарына құлақ қағыс еткен едік. Жақында сенатор Бибігүл Жексенбай осы мәселені биік мінберден айрықша атап өтті. Енді алдағы уақытта билік те бұл мәселеге назар аударады деген үміттеміз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында халықтың денсаулығын жақсарту мәселесі айрықша назар аудартуды талап ететіндігі айтылған болатын. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, адамдар өліміне әкелетін факторлардың 60% сапасы нашар, қауіпті қоспалармен әзірленген тағамдар кесірінен болады. Бүгінгі депутаттық сауал жасөспірімдердің денсаулығы, атап айтқанда зиянды тамақтардың кері әсері туралы болмақ. Соңғы кезде Қазақстан нарығында шығу тегі белгісіз зиянды тағамдар қаптап кетті. Алыс жақын елдерден қоқыс тауарлар арбалап та дорбалап та тасылып жатыр. Ең қорқыныштысы, қоқыс тағамдардың көбін көшелер мен жертөлелерде жасайды. Қытайдың өзінде бұл өнімнің зиянды екені дәлелденіп, сайттарында қоқыс тағамдары деп көрсетілген. Қытай билігі мұндай залалды тағам өндірушілермен күресіп жатса да, қоқыс тағамдар алыс жақын шетелдің қорғалмаған нарықтарын жаулап жатыр. Осы орайда сұрақ. Біріншіден, еліміздің арнайы заңдарына сәйкес әр өнімде қазақ немесе орыс тілдерінде шығарушы туралы, құрамы, пайдалану мерзімі туралы ақпарат болуы тиіс. Алайда дүкен мен базарларда саудаланатын, бағасы арзан, көздің жауын алатын зиянды тағамдар бойынша осы талаптардың орындалуына бақылау бар ма? Екіншіден, шетелден ағылған тауарға ақшасын төлесе жылдам сертификат алуға көмектесетін ғаламтордағы жарнамадан көз сүрінеді. Жеке делдал компаниялардың бұл бағытта көптігі нарықтағы сапасыз тауарлардың көбеюіне әкеліп отырған жоқ па? Үшіншіден, зиянды тағамдардың жарнамасы жайлы айтпау мүмкін емес. Өйткені бүгінде жұрт, әсіресе балалар, қанты мол, тұзды, майлы, химиялық қоспалардың мөлшері көп өнімдер жарнамаларының еріксіз көрермені болып отырғаны жасырын емес. Әрине, жарнама тиісті заңдармен реттелгенімен, оларда денсаулыққа зиянды өнімдер туралы ақпараттың таралуын шектейтін нормалар жоқтың қасы. Елімізде балаларға арналып жарнамаланатын ас судың шамамен 72% Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тарапынан тыйым салынған азық-түлікке жатады. Төртіншіден, күнделікті астың ағзаға қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тағамдағы қант, тұз және қаныққан майналарды бақылау маңызды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тамақ өнімдеріндегі қант пен тұздың құрамы 5%-дан аспауы жөніндегі қаулысы қатаң орындалуы тиіс. Бүгінде әлемде зиянды тағамға қосымша салық салу практикасы айтарлықтай кең тараған. Соңғы 10 жылда мұндай салық Дания, Норвегия, Франция, Венгрия, Мексика, ақш және басқа да елдерде бар. Осы салық түрі енгізілген елдерде өндірушілер мен сатушылардың 70% зиянды және қосымша салық салынатын өнімдерді қысқартты. Құрметті Әлихан Асханұлы, ел келешегін ойласақ, халықты зиянды тағамнан қорғау да елдік мәселенің бірі. Сондықтан төмендегідей ұсыныстарды қарастыруды сұраймыз. Біріншіден, елімізде қоқыс тағамдарды саудалауға тыйым салу, кедендік бақылауды күшейту. Екіншіден, стандарттау және сертификаттау қызметін қатаң бақылауға алу. Үшіншіден, әсіресе балаларға зиянды тағамдарды теледидарда жарнамалаудың уақыт мерзімі бойынша шектеу қою. Төртіншіден, зиянды тағамдарға қанты көп энергетикалық түрлі сусындарға қоғам денсаулығын қолдауға арналған қосымша салық салуды қарастыру. Бесіншіден, балабақша балаларына, мектеп оқушыларына ағзаға пайдалы сүт, қымыз, шұбат беруді міндеттеуді қарастыру. Алтыншыдан, денсаулық сақтау министрлігі мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары қоғамдық ұйымдармен бірлесе салауатты тамақтану бойынша тұрақты және тиімді ақпараттық кампаниялар өткізіп отыру. Жетіншіден, денсаулық сақтау министрлігінде қоғамдық денсаулықты қорғау бойынша арнайы толыққанды құрылым құру. Құрметті Әлихан Асханұлы, сізден осы мәселе бойынша жоғарыда ұсынылған тиісті іс-шараларды қабылдап, жазбаша түрде толық жауап жолдауыңызды сұраймыз. Құрметпен сенаторлар Жексенбай, Қаппарова, Толамисов, Сарыбаев, Сатвалдиев.